Мә қыздар, 30+тағы романтика бөлек екен ғой. Жолдасым бүгін банкі жабуға көмектескеніне кәдімгідей мәз болып қалдым. Арасында су қайнағанша дейін екеуміз кухняда билеп те үлгердік. Күндіз огородтан бірге жинап, оны суға салып қойған болатынбыз. Ал енді сіздермен ерекше әдіспен жабылатын, ешқандай атылмайтын ассорти рецебімен бөлісейін. Барлық банкаларды стерилизовать етіп, одан кейін укроп чесноктарымызды, бұрыштарымызды, лавровый листі барлығын бөліп салып шығамыз. Одан кейін қиярлардың екі шетін кесіп, қиярларды барлығын тығыздап саламыз. Үстіне капустаны ірілетіп турап, помидор, тәтті бұрыш, ащы бұрыш барлығын салып шығамыз нығыздап. Одан кейін ыстық қайнап тұрған суды бетіне дейін құйып, жарты сағаттан кейін төгіп тастайтын боламыз. Үстіне тағы да қайнаған суды, таза суды қайнатамыз. Үстіне 1,5 ас қасықтан қант, 3 ас қасықтан тұз саламыз. Бұл 3 литрлік банкаға